Назик көк арнама қош келдіңіздер. Түйенің өркеш майын тұздаймыз. Өркеш майдың қасиетіне келетін болсақ, қанды жүргізеді, ісікті қайтарады, дәмді келеді. Теріңіз жарылса, ішкі ағза әлсіресе қуаттандыратын, жел ауруға және жарақаттарға жағуға ем болатын май. Осындай аязды күндері өркеш майды нанға қосып жеуге болады. Алдымен бір кесек өркеш майды суға салып, 2 сағаттай қайнатамыз. Оны кез келген етпен қосып пісіруге де болады. Жалпы қайнап болған өркеш майды суыққа 1,5 сағатқа қойып алып, жұқалап кессеңіздер жақсы кесіледі. Дәмдеуіштерден паприка, қара және қызыл бұрыш, тұз, майдаланған сарымсақ керек болады. Осыларды араластырып жағып, осындай зип пакеттерге салып сақтасаңыздар өте ыңғайлы. Кез келген уақытта нанға қойып, асап-асап жеп алсаңыз, қарныңыз тоқ боп күш-қуат алып жүресіз. Қыста иммунитетіңізді нығайтқыңыз келсе де, осы өркештің майын жағып та, тұнба ретінде ішіп те, ем шипа болсын деп қолдануға әбден болады. Ал қиын болмаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер және астарыңыз дәмді болсын, аман болыңыздар.